Және үшінші әдебі құлақтың оразасы. Құлақпен тек қана пайдалы нәрселерді есту керек, харам нәрселерден құлақты тосу керек. Макрух нәрселерден. Алла субханала тағала Құран кәрімде «Саммаауна лил-казиби аккалуна лис-сухт». Харам жеушілер және жалғанды тыңдаушылар деді. Харам жеу үлкен күнә. Сол сияқты жалған сөз тыңдау, ғайбат тыңдау басқа, соны Алла субханала тағала осымен теңестіріп тұр. Харам нәрсе жеу ол үлкен күнә. Сол сияқты харам нәрсе есту де, ғайбат тыңдауда үлкен күнә. Алла субханала тағала Құран кәрімде «Инна сам'a вал басара вал фуада куллу улайка кана анху мас'ула». Адамның көзі, құлағы, ділі, бұның бәрі ертең Алланың алдында осы нәрселерден де сұраламыз. Алла субханала тағала Құран кәрімде айтады: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Сендерге кітапта нәзіл етілді деді. Егер Алланың діні мазақ етіліп жатса, күфірлік келтіріп жатса, шариғатта рұқсат етілмеген нәрселер айтылып жатса, олармен отырма дейді. Хатта яхуду фи хадисин гайри. Сөздерін өзгертпейінше деді. Иннакум иза мислухум. Олай етпесеңдер, сендер де солар сияқтысыңдар деді. Ол сөйлемеуі мүмкін, бірақ тыңдап сол жерде отырса, солардың қатарында дейді Алла субханала тағала.